қоңырау шалушы өзін банктың, полицияның немесе мемлекеттік органның қызметкері ретінде таныстырса және шұғыл проблема, картаны бұғаттау, қарыздар, туысымен болған жол апаты немесе қауіпсіз операция туралы айтса, бұл алаяқтықтың алғашқы белгісі. Нағыз қызметкерлер ешқашан SMS кодтарын, пин кодтарын, CVV карта нөмірлерін немесе ақшаны қауіпсіз шотқа аудару талап етпейді. Кез келген күмәнді жағдайда әңгімені тоқтатып, ресми нөмір бойынша банкке немесе ұйымға өз бетінше қайта қоңырау шалу қажет. Бейтаныс адамдардың нұсқауларына сәйкес мобильді банкинг ашып, қосымшаларды орнатып, ақша аударудың қажеті жоқ. Қоңырау шалушы сіздің аты жөніңізді, мекен жайыңызды немесе карта деректерін білсе де, бұл олардың лауазымын растау емес. Қоңырау шалушының аты жөнін, лауазымын жазып алып, ақпаратты ресми кол орталығы арқылы тексеру қажет. Ешқашан дербес деректерді хабарламаңыз. Карта нөмірі, жарамдылық мерзімі, CVV, PIN және SMS кодтарды дүрбелеңге түспеңіз. Қиын жағдайға тап болған туыс туралы кез келген хабарлама болған жағдайда оған тікелей қоңырау шалыңыз. Расталған куәліксіз және ресми арналар арқылы тексерусіз қызметшілерді үйге кіргізбеңіз және оларға ақша бермеңіз.